Екінші курсқа өткен Аржаннан сәлем. Бір аптадан кейін сабақ басталады, ал мен почему-то әлі дайын емеспін. Кішігірім киім алып, кішігірім кеңсе тауарларын алып, кішкене қамданып бастау керек. Сол себепті, бүгінгі видеода мен жай ғана холл немесе жай ғана шопинг емес, екеуінде араластырдым. Яғни бүгінгі видеода біз бірге шопинг жасаймыз, сосын алған заттарымды анпакинг жасаймыз, сосын даже полкаларымызды, кеңсе үстелімізді дайындаймыз. Яғни кішігірім уборкада, расхламленияда кіретін болады. То есть сондай бір 3 түрлі теманы қосып универге дайындық деген видео жасап жатырмын. Ең алдымен шопингке аттанайық. Шопингіміздің ортасына келдік, біраз заттар қарадық. Еще мен бір очкилер алған болатынмын. Ең алдымен осындай бір браслет алдым. Негізінде браслетке вообще қызықпаймын, бірақ та тестировать етіп, неге тағып көрмеске деп ойладым. Сосын осындай бір сырғалар алдым. Серебристый цепочкам бар, солармен бірге тағатын. Менде серебристый сырғал жоқ еді. Повседневкаға обычный сырға. Барлық сырғалар мынандай апандай да. Сол себепті осындай кішкентай сырға ала салдым. Золотистый цепочка. Тоже менде золотистый сырғаларым көп та, бірақ та золотистый цепочкаларым андай огромный, андай грубо көрінетін еді да, ал осындай повседневкаға жоқ еді, поэтому осындай тоже ала салдым. Золотистый огромный сырғаларға деген махаббатымды білесіздер, осындай да бір сырғала салдым. Бәрін ала салдым. Сосын Ханшотрға барып, масс-маркеттерді араладым. Ең бірінші Страдивариустан бастадым. Осындай бір образ құрастыруға тырыстым. Мына джинсы маған ұнап қалды. Одан кейін осындай бір лук құрастыруға тырыстым. Қазір осындай мини юбка немесе шортымен қысқартылған пиджактар трендте, әсіресе сұр түстегі варианттар өте күшті үйлеседі. Осындай миди джинсовый юбкамен ақ майка және сыртынан сұр түсті пиджак тастадым. Яғни бұл образ, повседневный образға пиджак қосып, біз сондай деловой стиль жасадық. Өте ыңғайлы, комфортный. Мен бұл образды күнделікті киетін едім. Және де көк рубашка мен бежевый түстегі шалбар бір-бірімен өте жақсы үйлеседі. Сонымен қатар кішкене алдымды ашып, иығымды ашып қойдым. Сол арқылы біз қарапайым образға сондай бір изюминка, сондай женственность қостық. Ал бұл образ бізде Бершкадан осындай кең джинсыды тауып алдым. Негізі солай тұру керек денеде, просто мен түсіріп кие алмаймын. Және де үстіне осындай иығы ашық, өте женственный бір кофта таптым. Өте әдемі көрінді. Бірақ та маған көбінесе иығы жабық, мойны жабық свитері өте қатты ұнады. Қарапайым болса да маған осы вариант көбірек ұнады. Қазір мен Зараға келдім. Starbucks'тан кофе алып алдым. Шоппингім өте сәтті болып жатыр. Әншейінде просто андай жоспарламай шоппинг жасаған кезде осылай күшті киімдерді кезіктіріп қаласың ғой. Қазір енді Зарадан хочу себе майку, джинсы, анау-мынау. Еще мен күзге тренч, ибо косуха іздеп жатырмын. Образ енді шынымен де офисный мен женственныйдың араласқаны, миксі дей алам. Себебі женственный көйлектің үстінен сондай пиджакты тастаған кезде сондай өте күшті образ пайда болды. Нәзік сенің тылысы естіледі алыстан, жаңа мені шақыршы қайтадан, салқын жарық сәулесінен мен. Кеше мен спонтанно маникюрға жазылған болатынмын. Уже бір ай болды тырнақ жасатпағаныма, кішкене демалдым. Енді хочу сделать, прям желанием ашып кетті күшті маникюр жасатуға, поэтому қазір бір күшті салонға келдім. Шамсыз білмей отырмыз мен, бәрі тегі серім әбден ерінбеген. Сенсіз бұл өмір мәні болады теппеке. Тауыппан келесі өмірде сен осында таппасын. Бір күлеміз, бір жылаймыз. Мен үшін осы жан сезімнің бәрі тек жүрегімде. Саған ашылды кезде ескенде айтамын, талай сөздер бар айтамын. Достар, мынаның барлығы универге алған заттарым. Және де қазір сіздермен бірге анпакинг жасайтын боламыз. Бұның ішінде кеше алғандар да бар, бір апта бұрын алған да бар, бір ай бұрын алған да бар. Әйтеуір барлығын универге деп алған киімдерім. Сол себепті давайте
бастайық. Ең артынан бастайын. Ең бірінші Stradivarius'тан, бұл skinny джинсы аяққа жабысып тұрады. Сендер айтулар мүмкін, ойбай Аржан бұндай модадан шығып кеткен ғой, қай ғасырда өмір сүріп жүрсің деп. Бірақ та мен әрдайым кең шалбар ала бергім келмейді, өйткені қазір модада кең шалбар болғанымен арасында осындай жабысып тұратын шалбар кигім келеді. И вообще мен қазір не мода болып жатыр деп емес, просто өзіме ұнаған киімдерді алуға тырысамын. Бұл джинсы әсіресе күнделікті кигенге өте күшті. Көңіл күйін түңдіріп тастаған өткен күнің деген сондай моменттер болады ғой. Вот сол кезде мына джинсы вообще жынды десе. Просто мен бір шалбар аламын да всегда соны киіп жүре беремін. Сонымен ауыстырып киюге осы. Келесі нәрсе Бершкадан осындай бір өте күшті күртеші. Негізінде мен күзге бір тренч немесе касуха іздеп жүргенмін, бірақ та барлық магазиндерде көп адам киетін бір моделькада. Сол себепті мен кішкене басқаша бір үлгілерді іздеп жүргенмін. И мына күртешені көргенде, шынымен де мен бұндайды ешкімнен көрмегенмін деп айта аламын. И вообще ешкімнен көрмегеннен бұрын маған өзіме қатты ұнады. Бұл бізде укороченный, артында осындай резинкесі бар. Сапасы енді өте күшті, бірақ жылы деп айта алмаймын. Тренч сияқты жұқа негізінде ше. Осындай бір типа Dior деп жазылып тұрған аяқ киім, бірақ та бұл енді оригинал емес. Оригинал қанша тұрады? Бұл 5 миллион тұрмайды, бірақ та 10 мың теңгеге алдым. Маған моделька өте қатты ұнады. И бұны мен тіпті Турцияға киген болатынмын, бірақ та енді универге деп алдым. Көбінесе однотонный киімдерге ғана қызығатынмын. Соңғы кездері осындай бір әсіресе Dior'дың принті өте қатты ұнайды, сол себепті вот келесі De Facto деген дүкеннен. Бұл енді менің Түркиядан алған киімім, қысқартылған жейде. Просто андай талияны көрсетіп, сондай. Енді мен тектен текке күнде Хлоe Тингтің 10 минуттық жаттығуын қиналып тұрып жасамаймын ғой. Енді сол жасап жатқанымыз көрсетуіміз керек қой десең. Ойнайды. Есімді ғой деймін вроде. Жоғары посадкадағы шалбарлармен, джинсылармен киюге күшті кетеді. Бұл бізде Michael Kors деген енді оригинал емес достар. Бұйырса оригиналына да жетеміз, бірақ та қазірше осылай. Қазірше люкс копия демас сондай бірдеңе. Бұл бізде Michael Kors'тың просто сумкасы, осындай сумкасы. Бұл сумканы мен Турцияға ұстап барғам, бірақ та мен бұны универге алғам десек. Жалпы өмірге алғам ғой, тек қана универге емес, өмірде тағуға деп. Бірақ универге мен тағы да үлкен сондай дәптер, ноутбук сиятын үлкен бір сумканы іздестіріп жүрмін, бірақ сол күйі таппадым. Барлығын көрсетіп тастайын десем, негізі әлде де болашақта киімдер аламын. Мен вообще ұнаса ала беремін, күтпеймін анпакинг жасайтын моментті. Тоже принтпен айтып жатырмын, маған принтпен, әсіресе осы брендтердің принтімен заттар ұнайды. Келесі нәрсе, ол бізде повседневкаға арналған осындай оверсайз свитшот. Сізге мен күшті свитерім, күшті кардиганым, свитшотым бар еді. Сол 4 күшті деген киімдерім бар еді. Ол 4-еуінде біреуін кір қылдырып, біреуін вообще стиркаға салып, сөйтіп андай бычыт болып кетті да, короче, жылы киімдерім, күздік киімдермен қайтадан алатын боламын. Алдыңғы жылғыларын киейін десем. Мына пакетте не бар? Мынау классикалық килот үлгідегі шалбар. Ремешогымен де бірге жүреді екен. Осындай шалбарларды мен көп қыздардан көретінмін, енді іздеп жүргем. Дәл маған керегін таппай, наконец-то мен вообще базардан алдым. Базардан 10 мың теңгеге алдым. То есть 11 мың деп тұрған, мен 10 мыңға түсіріп алдым. Келесі біздің затымыз Чиядан All the Star кардиган. Үстімде өте әдемі тұрады. Өте мамық, жұмсақ, еще жып-жылы да. Сол себепті күздің салқын ауа райында менің ойымша сыртқа да, ішке де киюге болады. Боже мой, қандай күшті. Келесі нәрсе ол бізде тройка. Бұл тройканы мен, наверное, бір ай бұрын алғам. Бірақ та сол универге деп алдым, потому что бұны жазда мен бір рет кидім, сол күйі киген жоқпын. Яғни осындай бір жилеткасымен, астында осындай шалбармен, қатты көзге көрінбейтін сондай сызықтары бар. То есть сеп-сері емес, сондай ақ сызықтармен бірге. Осындай бір детальмен ерекше сияқты. Және де үшіншісі ол костюм. Сразу тройканы алған, шынымен де өте тиімді деп ойлаймын. Өйткені үшеуінен сен 1045 образ жасайсың, жеке-жеке бірге барлық басқа киімдермен үйлестіріп ше. Бағасы енді 42 мың ба сондай тұрды. Бірақ та мен мына тройкаға ғашық болғаным соншалық қатты алғым келіп ала салдым. И бұл тройканы алу негізінде оңай болған жоқ. Өйткені мен бұл тройканы бірінші Чиядан көрген болатынмын. Чиядан, бірақ та өзінің размерін таппадым. Потому что бұдан жерде L-ка, M-кадан мынау итап S-каның өзі үлкен, бірақ та M-калар вообще үлкен болды да, осылай суретке түсіп, қимай-қимай қоштасқам сол кезде. Даже мен біреудің үстінен сол тройканы көріп, сол бұл үшін не, киілген тройканы сатып алғым келген ғой, даже осы тройкаға ғашық болған соншалық. Сол күйі алмадым, короче. Потому что
еще басқа қалада ол маған келмей қалса мен қайтадан жіберуім керек болады деген сияқты. Короче, сөйтіп 3-4 айдан кейін қайтадан вообще басқа магазинде кездестіремін алып, прикиньте. Бірақ 10 мыңға қымбатырақ болды вроде. Басында чиядан көргенде 30 мың дегенде қымбат болды тамам, бірақ сосын 3 айдан кейін көріп қымбат деп ала саламын деп ала салдым. Арзиды негізі, күшті. Сондай бір оқиға қызық болса лайк басып кетіңдер. Ал енді ой блин, мына столды сендер көріп қойдыңдар ма? Бұл столды сендер көрмеулерің керек еді. Соңғы нәрсе ол бізде Loro Piana десе. Бұл бізде аяқ киіммен Артем торговыйдан алған. Тоже универге өте күшті үлгі. Дәл осы аяқ киімді мен барлық жерде әртүрлі бағада кездестірдім. Бір жерде 30 мың деп тұр, бір жерде 20 мың, бір жерде 15 мың, бір жерде вообще 5 мың деп тұр. Бірақ та 5 мың дегендердің нақты менің қалаған түсім болған жоқ. То есть осы түс болған жоқ. Сол себепті вот чемодан жинаған кезде мен сұраған болатынмын, мынау қалай аталады деп. Сөйтсем Loro Piana дейді, бірақ та Loro Piana деген ол брендтің аты ғой, бұл аяқ киімнің өзі қалай аталады деп жатырмын. Макаси деп аталады вроде. Просто андай всегда кроссовки кие бермей, иногда кішкене бір басқаша аяқ киім киім келетін көңіл күй болған кезде міне. Сонымен достар, киімдерді мен бітірдім, барлығын көрсеттім. Енді кеңсе тауарларын көрсететін болсам, негізінде олар мүлде көп емес. Мектепте мен әрине күшті заттар алуға тырысатынмын, қызығатынмын. Қазір енді ондай қызығушылық жоқ. Сол себепті мен әйтеуір ручкамен қалам, ручкамен қалам дейін деп жатырмын. Қалам мен дәптер алсам болды деген сияқты аз-ақ зат алдым. Чисто сіздерге көрсету үшін алдым. Айтпасам, бұндай видео түсірмесе мен оларды да алмайтын едім негізі. Осындай бір 3 блокнот алдым. Екінші курста менде 3 пән ба, 4 пән ба болады. Вот сол 3 пәнге как раз осы 3 дәптер. Сосын Абдидан мен стикер алдым. Енді бұл стикерді мен алайын ба, алмайын ба деп ойладым, потому что менде бұрынғы стикерлер бар. И мен оны аламды, дұрыстап қолданбаймын да. Сөйтіп жарайды видеоға көрсету үшін ала салайын деп ала салғам, бірақ та енді жарайды қолданамыз ғой. Сосын текстовыделителдер, бұларды енді мен қолданамын, маған конспекттер жазған, жалпы блокнот толтырған ұнайды, сол себепті маған керек болар. Шынымен де керек. И осындай 2 ручка. Сонымен бітті. Қазір мен көбірек канцелярия емес, көбірек уже косметикалар, там киімдер аламын, потому что солай. Сіздерге хол жасайым деп, мына жердің барлығын шашып кеттім. Сол себепті қазір сіздермен бірге осы заттарымызды жайғастырайық, үйге расхламление жасайық. Киімдердің барлығын реттестіріп, полкамда универге дайындайын. Бір күніміз, бір жылымыз, мен үшін осы жас сезімнің бәрі тек жүрегімде. Саған ашымды кезде ескенде айтамын, талай сөздер бар айтарым, ерекше бұл сезім. Әрдайым сен есімдесің, жаңбырдың астында біз билемес айнала. Ешан керек емес маған әлемде өткені жүрек, қалайды тек өзіңді. Сен болсаң аспандағы ай